Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Математика сабағына дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар сабағымызды бастаймыз. Ол үшін кітабымыздың 165-ші бетіндегі номері 470-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Мен берілгенін оқимын. Сендер мұқият тыңдап отырыңдар, жарай ма? Қанеке бастайық. Мәдина гүлдер салынған 8 гүл салғышты квадрат пішінді демалыс бөлмесінің әрбір қабырғасының тұсына 3 гүл салғыштан қойды. Мәдина гүл салғыштарды қалай орналастырды? Балалар, Мәдина 8 гүл салынған гүл салғышты квадрат пішінді демалыс бөлмесінің әрбір қабырғасына 3 гүл салғыштан қойыпты. Мәдина гүл салғыштарды қалай орналастырды дейді. Ол үшін балалар, біз алдымен осы квадрат пішіндес демалыс бөлмесін сызып алайық. Қанеки? Квадрат пішіндес дейді. Демек, оның барлық қабырғалары бір-біріне тең деген сөз. Мінеки? Мінеки балалар, квадрат пішіндес біздің демалыс бөлмемізді сызып қойдым. Қане жазып қояйын. Бұл біздің демалыс бөлмеміз. Демалыс бөлмесі деп қояйын. Демалыс бөлмесі. Енді осы демалыс бөлмесінің ішіне 8 гүл салынған гүл салғышты әрбір қабырғасының тұсына 3 гүл салғыштан қойып орналастырайық. Қанеки, мен бірінші гүл салғышты мына ортаға орналастырайын. Келесі гүл салғышты мына ортаға. Міне үшінші гүл салғыш болды. Мұнда тағы да бір гүл салғыш орналастырайын. 4 гүл салғышты орналастырдық. Енді қалған 4 гүл салғыш қалды. Мұнда бір гүл салғышты орналастырайын. Одан кейін мына жерге бір гүл салғыш. Мұнда тағы да бір гүл салғыш. Және мұнда бір гүл салғыш. Енді гүл салғыштарымызды санап шығайық. Қанеки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 гүл салғыш болды. Және әрбір қабырғаның тұсында 3 гүл салғыштан тұр. Мінеки, бірге санайық. 1, 2, 3. Міне мұна қабырғада 3 гүл салғыш тұр. 1, 2, 3. Мұна қабырғада да 3 гүл салғыш тұр. 1, 2, 3. Мінеки, мұна бүйір қабырғасында да 3 гүл салғыш тұр. 1, 2, 3. Мінеки, соңғы қабырғасында да 3 гүл салғыш тұр. Мінеки балалар, бізге берілген 8 гүл салғышты әрбір қабырғасына 3 гүл салғыштан қойып, квадрат пішіндес демалыс бөлмесін безендірдік. Жарайсыңдар, осымен біздің 165-ші беттегі 470-ші тапсырмамыз аяқталды.